Қадірлі Шалқар ұлттық арнасының тыңдаушылары, жаңағына Әдемі ай тобының орындауындағы мүмкін екен атты әнді тыңдадыңыздар. Әдемі ай тобы бүгін біздің студиямызда қонақта. Ал қыздар, әрі қарай сұхбатымызды жалғастырайық. Жалпы ән таңдауда, енді ең бірінші сахнаға шыққанда әкелеріңіздің көмегі болған айттыңыздар. Ән таңдауда кімнің ақыл кеңесіне сүйенесіздер? Әлде өзім білемге саласыздар ма? Жоқ, олай болмайды. Бірге ән таңдағанда ойланып толғанамыз. Жеті рет өлшеп бір рет кес дейді ғой. Жоқ, екеуің ғана ма сонда ойланып? Жоқ, екеуміз ғана емес, арнайы музыкалық маман бар. Сол кісімен бірге ақылдасып, әрине әкемізге де көрсетеміз. Осындай ән, осындай жаңадан жазсақ деп, ол кісі өз ойын айтады. Енді дана қазақ айтады ғой, келісіп пішкен тон келте болмас деп. 1% талант, 99% ізденіс деп жатамыз. Өзіміз мен білемге салуға болмайды дегенмен, біздің білетініміз 19, білмейтініміз 99. Негізінен айтайын дегенім, көбіне мынау сіздер енді Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы мәдениет үйіндесіздер. Жалпы сондай мәдениет үйі сияқты жаңағы аудандық көлемдегі біздің қызметкерлердің көбі мынау елдің аузында жүрген әндерді айтуға тырысады. Өнер жұлдыздары айтып жүрген әндерді қайталауға тырысады, бірақ сіздердің өздеріңіз репертуарларыңыз қалыптасқан екен. Оған себеп болғаны, біз топ болып құрылғаннан кейін түрлі республикалық арналардан шақырту бола бастады бағдарламаларға. Содан бағдарламаға барамыз, ол жерде өзіңіз білетіндей авторлық ән болу керек. Сол кісілердің бір жағынан қамшысы болу керек, қамшы тиіп авторлық әндер жаза бастадық. Ол әрине нұр үстіне нұр, жеке топ болып қалыптасуына, оның қазақ эстрадасында өзіндік бір қолтаңбасы болу үшін де бір авторлық әні болу керек. Бірақ дегенмен осы күнге дейін қалай айтсақ екен, өзіміздің бойтұмарымызды әлі іздеу үстіндеміз. Жеке паспортымызды, жеке куәлігімізді іздеудеміз. Біздің енді ғана шығып келе жатырмыз ғой осы республикалық деңгейге. Алла бұйыртса, Құдай қаласа өзіміздің бойтұмарымызды мойнымызға тағамыз деген ойдамыз. Дұрыс, енді қазір мынау ән жаздыруда оңай болмай кетті. Оның жаңа сөзі бар, әні бар, аспаптары бар. Сауданың, ән саудасының қызып тұрған уақыты ғой, шыны керек, оны кімнен жасырасыздар? Қызып тұрған сияқты, оның жаңағы әрдеуі бар деген сияқты. Соған қаражат қайдан табады сіздер? Әзірге біздің демеушіміз жоқ, біз өзімізді өзіміз қаржыландырамыз. Арасында әкеміз көмек көрсетеді. Қалай түсіріп болады өзімізді өзіміз қаржыландырамыз? Жоқ, той-томалаққа барамыз, бірден бір табыс көзіміз. Одан басқа да жеке кәсіптеріміз бар. Біз өзіміз бір ғана салада шектеліп қоймай, басқа да саламен айналысқанды жөн көрдік. Яғни басқа өзгеріс деп ойлаймын, жаңа қырымыз деп ойлаймын. Енді басқа сала болғанда жаңа мысалы не істейсіздер? Шаш қоясыздар ма, шаш қоясыздар ма? Жеке кәсіп ашқанбыз, 1 жылға жоқ уақыт болды. Жаста болсақ көрейік. Ашар алдында бізге көптеген адамдар күмән келтіріп, кәсіп арқылы сахнаға болып тұр осы. Ол біздің демеушіміз десек те болады. Өзіңіз білесіз, көйлек бар, бояу бар, оның бәрі оңай емес. Сондықтан жеке кәсіп ашып қойғанбыз, сауда-саттық, сән салоны дегендей, қыздардың жанына жақын, сондай. Дұрыс, бәрекелді. Жалпы мына отбасыңызда екеуіңіз бірдей әншілік жол таңдаған екенсіздер, нешеусіздер отбасында? Отбасымызда Әсел үлкені, одан кейін мен, Әсем, одан кейін 2 ініміз бар, Болат және Димаш есімді. Олар екеуі де қосылған айтпай ма? Оларда өнерге қатысы бар, ән айтады, кішкентай кезінен бастап, әсіресе ең кішкентайымыз бізден де асып түсе ма деп ойлаймыз. Олардың өнерге қатысы бар, бірақ қазіргі таңда ән айтпайды, бірақ болашақта әлі де кішкентай ғой. Екеуінен батырлар деген дуэт құрып шығарып ода ма? Осы өнерге келуімізге бірден бір себепкер ол біздің әкеміз. Егер әкеміз бізді жетектеп, сонау ауылдан қалаға тасып үйірмелерге қатыстырмағанда, біз өнерге келмес едік. Дегенмен біз өте қатты қуаныштымыз өнер саласында жүргенімізге. Әнге, биге қатыстырғанда қуаныштымыз. Дұрыс, әрине кез келген ата-ана бұл өзінің болашағынан зор үміт түседі. Сондықтан үлкен осындай жоғарыдан көрінсе, елдің алдында жүрсе, елдің ақ батасын алса деген ниеттілік ата-ананың. Енді бір үйден жаңағы екеуіңіз деп айтып жатырмыз ғой. Кей жағдайда ілуде біреу ғой, енді 2 мықты бір әулеттен шыға қалуы. Ондай бар, Аллаға шүкір, бірақ енді ілуде біреу. Қазіргі уақытта, мысалы, қыз бен жігіт дуэтінің заманы жүріп тұрған сияқты ма? Өздеріңіз қарап отырсаңыздар, мысалы, отбасылық дуэттердің, оның ішінде жаңағы ері мен әйелінің, ағайындылардың дуэт жүріп тұр. Бірақ кей кезде енді басқа
адамдармен дуэт айтқыңыз келіп ойланатын кездер болмай ма? Тек қана неліктен бір үйден тек қана екеуміз бір-бірімізге жабысып қалдық, қадалып қалдық деген. Енді топ болу негізі оңай емес. Түрлі көзқарас болады. Бірі басқаны айтса, екінші басқаны айтады. Бірақ Әсем екеуміздің енді көзқарас тәрбиеден шығады ғой, түбінде тәрбиеден туады. Ал сіздің тәрбиелеріңіз бір әке бір ананың тәрбиесі. Сондықтан ешқандай таласпайтын шығарсыздар, әлде біреуіңіз үлкен кісілердің ата әженің қолында болдыңыз ба? Жоқ, екеуміз бірге өстік. Тете болып өстік деп те айтсам болады. Әселде бар зат менде де болу керек. Екеумізге бірдей алып беретін. Кез келген затты, кез келген киімді кішкентай кезімізден. Қазірдің өзінде ойымызды айтпай-ақ ұғып аламыз. Бір-біріміздің ойымызды оқып отырамыз. Бірақ біз қазіргі таңда дуэтпіз ғой. Енді алдағы уақытта неге өзге әріптестерімізбен дуэт айтпасқа? Ол болашақтың еншісінде, алда ол жоспарда бар. Негізі екеуіңіз басқа дуэттермен бірігіп айтасыз. Дуэттермен бірігіп айтсақ деген қазір жоспарлап жүрміз, ойланып. Біз өзіміз жеке. Енді бұлай қарасаңыз, Жамбыл облысы Астанаға да, Алматыға да қашық емес, иә? Негізі өнер орталықтары ғой енді. Алматы мысалы өнердің ордасы, өнердің ордасы деп айтуға болады. Астанаға да жақын. Сондықтан енді үлкен республикалық деңгейдегі концерттерге, болмаса байқауларға шығып жүрсіздер ме? Иә, байқауларға шығып жатырмыз. Халықаралық Атамекен, Ескендір Хасанғалиев ағамыздың Атамекен ән фестиваліне бір емес 3 мәрте қатыстық. Нұрғиса Тілендиев. Халықаралық байқау Нұрғиса Тілендиевтің байқауына қатыстық. Жүлделі орындарды қанжығамызға байлап жатырмыз. Жалпы біз әкеміз түрлі байқауда орын алсын, алмасын қатысуға міндеттісіңдер. Үйреніңдер, көріңдер. Ол бізге экзамен, емтихан ретінде жіберіп отырады. Яғни біз Таразда тұрып, Алматы қаласында жиі барып тұрамыз. Жаңағы концерттерге, түсірілімдерге, яғни өзіңіз айтқандай өнер ордасы ғой. Сондықтан барлығы Алматыда. Енді мынау қыздар, мен сіздермен сұхбаттасып отырып, өзімнің сұрақтарым көп болғаннан кейін телефонымызда хабарламай-ақ біздің тыңдаушыларымыз хабарласып жатыр екен. 55-30-66 Астана қаласының коды 8717-2 біздің Әдемі-ай тобының аруларына сұрақ қоямын деп тұрған тыңдаушы бар екен. Ассалаумағалейкум, сәлематсыз ба? Уағалейкум сәлем. Жақсы, Жәке, қалыңыз қалай? Ал, тыңдап отырмыз. Жақсы. Інілеріміз дегенді неге қостыңыз әңгіменің арасына? Қасында інілеріміз бар еді деп. Сұрақ қойып отырсыз ба, енді інілерім бар еді деп. Саламатсыз баға. Жақсы. Жақсы. Рахмет. Жақсы, көп рахмет, жақсылық мырза. Түсіндік, сұрағыңыз орынды болды. Қасында інілерім бар дегенге сіздердің жеке бастарыңызға қатысты сұрақ қояйын деп жатыр екен деп ойладым мен. Енді олай болатын болса, бізде әнге кезек бергіміз келіп отқан. Әдемі-ай тобының орындауында келесі ән. Келесі орындалатын ән айтыскер ақын Олжас Отар ағамыздың сөзіне, Әділ Жанбакиевтің әніне жазылған Аңсаған арманым әні. Қабыл алыңыздар. Жақсы. Неге, наушник жақындаса неге? Болды, алып